Сәлем достар, Googleға егов деп жазамыз. Егов электронный правительствоны таңдап, войти дегенді басамыз. Яғни өзіміздің егов страницамызға кіреміз. ЭЦП-ны таңдаңыздар, выбрать сертификат, рабочий стол, окей, аутс таңдаңыздар. Кіргенде міндетті түрде аутс таңдаймыз. Енді парольдарыңызды жазыңыздар. Аутс деген біріншісі, ЭЦП-ның біріншісі. Подписать дегенді басыңыздар. Басқаннан кейін еговтағы өзіңіздеріңіздің бірінші страницасына кіресіздер. Бірақ бұл жер бізге қажет емес. Ең астына түссе, кішкентай жазумен электронный лицензирование деп тұрады. Соны басыңыздар. Басқаннан кейін бірден EleScience сайтына шығамыз. EleScience сайты немесе Google'дан бірден EleScience деп терулеріңізге болады. Еговқа кірмей-ақ. Ол кезде пароль, логин сұрайды. Соларыңызды теру керексіздер. Немесе жаңа қолданушы болсаңыздар, онда войти емес, регистрация деген, зарегистрироваться дегенді таңдап жазылыңыздар. Содан кейін барып кіресіздер. Тіркелгенде парольдарыңыз қиындау болсын. Егер қиын болмайтын болса, тіркеліп болмайсыздар. Яғни үлкен әріпте, цифрда, кіші әріпте, және де андай неше түрлі символ, мысалы доллар сияқты, сондай бір символдарды салу керексіздер. Жарайды, біз уже кірдік. Енді обслуживание деген бөлімге барамыз. Астына қарай түсірген кезде уведомление о начале деятельности деген тұр ғой, соны таңдаймыз. Бұл жерде екеуі тұрады. Біріншісі уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Бұл жерде ИП ашқан кезде таңдаймыз. Екіншісі дәл солай, бірақ регистрационных данных дейді, изменение дейді. Яғни өзгерту үшін пайдаланамыз. Вот осы екіншісін таңдайық. Заказать услугу онлайн дейсіздер. Сосын өздеріңіздің қалаларыңыз жазасыздар. УГД по городу Ақтөбе мысалға. Так, біздер өзіміздің бастапқы бетке кірдік. Бұл жерде біз тек қана екі ағзатты толтырамыз. Ол почта және телефон номер. Почта дегенді тауып алыңыздар. Сол жерге қаланың почтасын жазасыздар. Егер білмесеңіздер, мен сияқты мынандай қылып жазып шықсаңыздар да болады. Так. Енді оның астына номер телефоны деп тұр. Телефон номерлеріңізді жазыңыздар. Менің номер телефоным. Сіздер өздеріңіздің жазыңыздар. Так, жазып болғаннан кейін астыға түсіресіздер де отправить дегенді басасыздар. Мына жерде изменение реквизитов возможно деген сөз тұр. Сол сіздерге рұқсат берілген өзгертуге. Енді өзгертуге келетін болсақ, неше түрлі данныйларды өзгертуге болады. Мына жерде біздер үйдің номерін, телефон номерді, тағы да ИП-ның атын өзгертуімізге болады. Бізге новый лист беріп тұр, соны заново толтыр дейді. Қайсын сен өзгерткің келеді? Өзгерткілеріңіз келмесе, бұрынғы данныйларды толтырып шығасыздар. Мысалы, тек қана режимді ғана режим өзгертілмейді, окетті ғана өзгерткілеріңіз келсе, онда соны ғана қалған барлығын бұрынғыша толтырып шығамыз. Так, мысалға улица ол бізде бұрынғыша қалсын. Сіздерде өзгертілсе жазыңыздар басқасын. Номер квартиры дейді, ол жазу міндетті емес, тек ана басында звездочка тұр ғой, соларды міндетті түрде толтыру керек. Так, телефон номер дейді, телефон номерлеріңізді жазып шығыңыздар. Так, номер телефон жаздық, асты қарай түсірдік. Так, мына жерде наименование ИП, яғни ИП-ның аты дейді. ИП-ның атын өзгерткілеріңіз келсе, өзгерген ИП-ның атын жазыңыздар, бұрынғысын жазбаңыздар. Так. Ал егер де ИП-ның аты өзгермейтін болса, соны қайталап жазып қойыңыздар. Мысалы, біреуінде просто адрес өзгертеді, біреуінде шаруашылықтың түрін өзгертеді. Енді далені бастық. Далені бассақ, бізде қате шығып тұр дейді мына жерде. Не удалось деп тұр. Үстіге қарай көтерсек, біз бір жерде толтырмаппыз. Область деген таңдамағанбыз. Біріншісін таңдаңыздар. Область Ақтөбе деп жазылып тұрады. Так, дальше далені басамыз. Егер бізде қате болса, ол жерде шыға береді. Қате болмаса, дальше кете бересіздер. Енді келесі шаруашылықтың түрі, яғни немен айналысасыздар. Өзгертуімізге болады, немен айналысатынымызды. Мысалы, бұрын киім сатсақ, қазір тамақ сатамыз деген сияқты.
Мысалға мен клиентіме байланысты, клиентім не айтты, сол бойынша қазір өзгертіп беремін. Міне көріп тұрғаныңыздардай сала өте көп. Ең бірінші сельский, арғата мысалға неше түрлі строительство барлығын табуға болады. Оптовая розничная торговля деген неше түрлісі бар. Іштерін аша берсеңіздер қағаздар шыға береді. Соңғы қағазға тоқтамайынша қараңыздар, оқыңыздар. Сізге керектісі. Егер сіздер бұл жерден таба алмасаңыздар, просто Google-ға жазып, мысалға киім сатам деп жазсаңыздар, соның окейді деп киім сатам окей десеңіздер, орысша жазсаңыздар, онда шығып тұрады 4 сандық номер. Соны копировать етіп төбесіне қойсаңыздар болады. Найти дегенді бассаңыздар шыға қояды. Так, мен мына жақта қолмен ручной іздеп отырмын. Мүмкін тауып қалармын деп, иә? Қараңыздар. Так, давайте мына жерде добавить деп тұр ғой, плюс астыда көрсетіп тұрмын ғой. Сол жерге сіздер бірнеше окей жаза аласыздар, яғни 4 окейге дейін. Потому что кейбір адамдар бір емес, бірнеше саланы бірге ұстау мүмкін. Так, міне мен кодымды таптым. 46 деп басталады. Вот соны белгілей қояйын. Міне шығып тұр қағазы. Без какой-либо конкретизации, яғни оптовый товарлар сатамын дейді бұл кісі. Так, окейді қоя салдым. Енді далее басасыздар. ЭЦП дейді, выбрать сертификат, файловая система. Бұл жерде біздер рысамен подписать етеміз, иә? Мана біріншісін таңдадық қой кірген кезде. Енді бұл жерде екіншісін таңдаймыз, рыса дегенді. Паролімізді жазамыз. Так, жазып болғаннан кейін открыть дегенді басамыз. Міне таңдадық, подписать. Так, дальше кеттік. Бұл жерде, достар, бірден басуға болады, немесе личный кабинет дегенді басасыздар. Басқаннан кейін ортасында история заявления дейді, и полученных услуг дейді. Соны басыңыздар да, ортасындағы уведомление дегенді басыңыздар. Басқаннан кейін астында біздің берген уведомление, өзгерткеніміз, ип ашқанымыз туралы қағаз шығады. Міне біріншісі, соны таңдаңыздар, ең біріншісін. Таңдағаннан кейін сол жақтарыңызда скачать уведомление дейді. Соны басып скачать етіп алыңыздар. Астында скачать талон дейді. Талонды басып скачать етіп алыңыздар. Екеуі де керек болады. Талон ол бастапқы, міне осындай кішкентай бір беттен тұрады. Уведомление ол үлкендеу болады. Ол 2 беттен тұрады. Бүкіл данный осы уведомлениеде толық ашып көрсетілген. Бұл жерде уведомлениеде поподробно барлық жазылып тұрады. Өзгертілген окейттің да өзгертілуі бойынша шығып тұрады. Жаңадан талон мен уведомлениені өздеріңізге сақтап алыңыздар. Бұл ИП-ның бастапқы құжаттары. Достар, егер де мүлдем жасай алмайм, сіздің көмегіңіз қажет дейтін болсаңыздар, онда ақылы көмек бар. Осы номерге жазсаңыздар болады. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.